Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай кешкі асқа ерекше дәмді дәмханалардағыдай болып шығатын қазан кебап дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіз. Алдымен майымызды қатты қыздырып алып, осылай картоптарымызды жуып, тазалап, сүртіп құрғатып алып, қызып тұрған майымызға саламыз. Картоптарымызды осылай бүтіндей саламыз. Кішілеу картоптарды таңдағандарыңыз дұрыс. Осылай барлық жағынан аудара отырып, қып-қызыл болып қызарғанша қуырамыз. Майдың көп мөлшерінде осылай 15 минут бойы қатты отта қуырып аламыз. Сонан соң дәл осы майымызда еттерімізді салып, дәл картоп сияқты етіп екі жағынан қуырып аламыз. Кез келген ет жарай береді. Менде үйде сүрленген ет болғандықтан сүрленген ет қолдандым. Негізінен балғын етті қолданған жақсырақ. Осылай екі жағынан қызартып, аударып қуырып аламыз. Енді қуырылып жатқан кезде осы картопымызға дәмдеуіштерімізді саламыз. Мұнда паприка, укроп және де чеснок. Осыларды барлық жағына аунатып жағып аламыз. Және де етіміздің барлығын қайтадан тарелкамызға салып түсіріп аламыз. Енді майымыз көп болғандықтан оның біраз бөлігін біз бөлек ыдысқа құйып аламыз. Ол майды басқа тамақтарға қолдансаңыз болады. Енді ең астына осылай етімізді орналастырып, сонан соң картоптарымызды кезек-кезек етімізді салып, егерде етіңіз текше-текше болатын болса, оны да солай кезек-кезек орналастырамыз. Сонан соң осындай жарты стақандай ғана азғантай су құямыз. Көп су құймаймыз. Осылай өзі жай отта 1,5 сағат бұқтырылып пісіп шығады. Және де ескеретін жайт, менде тұздалған ет, сондықтан да сіздерде етіңіз тұздалмаған болса, міндетті түрде тұзды ұмытпаймыз. Картоптың да еттің де бетіне тұз себеміз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Енді өте тәбет ашарлық түрі айтып тұрған шығар, қандай дәмді екенін. Кез келген қонағыңыздың алдына ұялмай қоятын тағам деп айтуға болады. Картоптарының сырты сондай қытырлақ қызыл болып қуырылып піскен, өте дәмді болып шығады. Еттің дәмі сіңіп, ал еттеріміз сондай жұмсақ балғын болып шығады. Міндетті түрде менімен жасап көріңіздер, пікірлерде бөлісіңіздер. Егер де сізге видео ұнаса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.